Құрметті бауырлар, біз бәріміз білеміз, пендеміз, қателесеміз, әлсіздік танытамыз. Бірақ ең маңыздысы сол қателіктен кейін Аллаға қайта оралу. Міне осы тәубе. Алла Субхану тағала өзінің қасиетті Құран кәрімде Тахрим сүресінің 8-ші аятында: "Әй иман келтіргендер, Аллаға шын ықыласпен тәубе етіңдер." Бұл аятта Алла бізді жазалау үшін емес, керісінше өзінің мейіріміне шақырып тұр. Себебі Алланың рахымы кез келген күнәдан кең. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, тәубе еткен адам күнә істемегенмен тең дейді. Істегенмен деп жатқан жоқ, керісінше. Ойлашы бауырым, қанша күнә істесең де, қанша рет сүренсең де, егер бүгін шын жүректен тәубе етсең, Алла Субхану барлығын кешіреді. Сен жаңадан туғандай таза боласың. Ойлашы. Бірақ шынайы тәубенің 3 шарты бар. Біріншіден, күнәсіне өкініш. Шын мәнінде ақиқатында сол күнәні еске алып, Алладан кешірім сұрап, белгілі бір зікірлермен, сөздермен, ықыласымен астағфиралла, астағфиралла, астағфиралла деген сияқты қаншама сан алуан түрлер зікірлер бар. Соларды айта отыра сен Алладан кешірім сұрайсың дейді. Және де сол күнәларды білу үшін де оған білім болу қажет. Сол үшін әр уақытысында адам баласы дағдылану қажет. Екіншісі, сол істі дереу тоқтату. Өзіңе уәде бересің, Алланың алдында уәде бересің. Болмаса, валлахи биллахи, бүгіннен бастап мен арақтан тыйылдым. Енді оған бет бұрмаймын, қолымда созбаймын. Темекіге сол сияқты қолын ұшын да тигізбеймін деген сияқты адам баласы өзіне болмаса Алланың алдында уәдесін береді дейді. Үшіншісі, қайта оралмауға оған ол шешім қабылдайды дейді. Кім осылай тәубе етсе, Алла оның өткен күнәларын түгел өшіріп жібереді дейді. Өйткені Алла Субхану тағала өзінің қасиетті Құран кәрімде Бақара сүресінің 222-ші аятында расында Алла тәубе етушілерді және тазаланушыларды жақсы көреді дейді. Яғни сүйеді деген сөз. Бауырлар, тәубені ертеңге қалдырмаңыздар. Өмір өте қысқа. Ертең істеймін, ертең жасаймын деген ол уәде емес. Мүмкін дәл бүгін соңғы мүмкіндігіңіз шығар. Кім білсін. Сондықтан дәл қазір Аллаға бет бұрып, я Раббым, мен қателестім, мені кешір деп тәубе етейік. Алла баршамызды тәубемізді қабыл етсін иншалла, жүректерімізді иманмен нұрландырсын. Уахир дағуана, алхамдулиллахи раббил алямин. Алла разы болсын.